Сәлем достар, бүгін сіздермен балалық шақтың бал дәмі болған орешки дайындаймыз. Құрамы өте жеңіл, үйде бар заттардан жасалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сары майымызды ең алдымен ерітіп аламыз, кейін оған қант, жұмыртқа қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық ас содамызға сарқылдап қайнаған суымыздан бір шай қасық құямыз және оны массамызға салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Келесі бізде құрғақ заттар. Бұл жерде ұн мен ванилинді осы ыдыста араластырып, біртіндеп отырып електен өткізіп ұнымызды саламыз. Кейін осылай қолмен араластырсаңыздар да болады. Мінекей достар, бізде осындай өте жұмсақ майлы тесто шығу қажет. Осылай тестомызды пакетке салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, менде осындай орешница, бұл яғни қарапайым бұрынғы кездің орешницасы. Ең алдымен пайдаланбас бұрын жақсылап бір майлап алыңыздар. Тестомызды ыңғайлы болуы үшін осындай дөңгелек формаларға енгізіп аламыз. Мен 6-7 граммнан жасадым әрқайсысын. Сіздер бірақта көз мөлшерімен жасай берсеңіздер де болады. Алдымен табаларыңызды әбден қыздырып алыңыздар. Содан кейін осылай салып, әр жағын 1,5-2 минуттан қызарғанша пісіріп аласыздар. Табадан өте оңай алынады, ешқандай да жабысып қалмайды. Орехтарымызды толықтай пісіріп болғаннан кейін осылай ортасына вареный сгущенка жағып жинайтын боламыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша ортасына орех та салуға болады. Міне достар, біздің орехтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар.